әжесі бауыржан момышұлына мейіріммен тәрбиесін береді. Мейіріммен қарап өзіне жақсы көңіл бөледі балалардың ішінде. Иә, балалардың ішінде емес, ол бүтінен Разиядан тараған ұрпаққа өте қатты көңіл бөледі. Өте қатты көңіл бөледі. Шежіреші, я сәкамыз. Иә, әжесі. Қандай адам бар? Иә, дұрыс айтасың бар. Иә. Иә, дұрыс айтасың. Тыңдап өтсін. Келесі кім? Аманжол. Шоулық, қамқорлық. Бауыржан момышұлы әжесінің қамқорлығын жылылық аясын сезінеді отырады. Жылы жүрсін. Кім? Әжесі бауыржанға жылы жүзбен қарап, оны еркелетіп, мәпелеп, өзінің немересіне шапағатын тегеді. Отырады. Жарайды жасып, енді қалай көрейік. Қазір мысалда Бауыржан момышұлының ұшқан ұя деген повесі бойынша Бауыржан момышұлының шығармашылық аудиториясын зерттеу деген әдіспен санамыздың, екеудің санамыздың мәнін, мағынасын ашамыз. Бірінші, осы повес бойынша сенің сүйсінгенің. Неге сүйсіндің? Айтам. Бауыржан жастаған жетапасымен танған. Сүйсінемін да, отырады. Сосын, сен. Әжелердің, бұрынғы заманда әжелердің ертегі айтып беруі. Ертегі айтып беруіне сүйсіндің, отырады. Ал қызыққаның, кім аңсап хан неге қызықтың сен осы повесті? Повесті неге қызықтың? Осы повесте Бауыржанның зеректігін жетатасын білуі. Жасына есін біліп, үйренуі. Айтқан ертегі әңгімелерді құлағына құйып өспені да отырады. Мені ойландырған не? Повесті оқысын, сені ойландырған не? Ойландырған не мәселе? Мені ойландырған қазіргі заманда әжелер сол кездегідей қыздымас әже секілді бауыржанға бар ертегісін, мейірімі шапағатын біліп, ертегілерін, шежірелерін айта алмайды. Себебі айта алмайды. Әжелер де осында әжелер жоқ деп деген пікірің бар да отырады ғой. Тағы мені ойландыратын не? Тағы кім айтады? Кім айтады? Сұрап айтады. Не ойландырады? Осы повесті оқып шықтым, бәрін талдап шықтым. Тағы не ойландырады сен? Мені ойландыратын нәрсе, қазіргі кішкентай балалардың Бауыржан момышұлы сияқты зерек, ақылды болуы. Иә? Және де Ақылды болуына қандай құлақ керек? Иә? Қима құлақ керек дейсің де отырады. Енді келесің, маған өте жақын. Айтаға пікіріңді. Маған өте жақын не? Осы жерде маған өте жақын. Не? маған өте жақын. Бауыржанның кішкентай кезден бастап бар дүниені бөліп шыққаны. Бөліп шыққанда келесі отырады. Отырады. Сосын қандай қарым-қатынастар? Өте жақын. Қандай қарым-қатынас болды балалар? Иә? Қандай қарым-қатынас? Хорошо. Отбасындағы қарым-қатынас. Енді не талқылағың келеді? Осы шығарманы оқып болғаннан кейін не талқылағың келеді? Не? Ойланып отырсың. Иә. Болашақта мені көкірегіңе осы сенде үлкен табиғат сұрақ. Нені білу? Иә, жеті атаны білу. Нағыз Бауыржан момышұлы. жеті атаны білу мен тану, ел тану деп білген. Ел тану деп білген. Жарайды, жақсы. Шыққан ұялағанда өткен тақырып бойынша нәтиже сарап.
Жақсы. Төрт оқушы, үш оқушы тақташа ойындар. Қалғандар мынадан талдап, таңдап ала ойындар, тақырыптарын. Үш оқушы ойындар тақтаға. Әйгерім. Қалғандарын қандай ойындар? Отыра ойындар. Так, таңдап ала ойындар. Бұдан тұтақ, жасап ойындар. Апай машинаның жағы Жарайды, жақсы. Жүріп қарай. Жақсы, үшеуіңіз сұрақ қой. Бауыржан кім? Бауыржан жұмысы ақын жазушы. Бауыржан кім? Ақын, сосын. Бауыржан мұны тұлғычыш. Бауыржан жұмысы жазушы. 1913 жылы негізі қайда? Жамбыл облысы. Тәріміз. Әскери қолбасшы, полковник, сосын. Кеңес одағының батыры. Кеңес одағының батыры. Кім? Айтам. Тағы? Білетін бар ма? Айтам. Екінші дүниежүзілік соғыстың жауынгері. Даңқ жауынгері, сосын сосын. Сосын. Әскери қолбасшы ретінде. Я, неше рет соғысқа қатысқан? 207 рет соғысқа қатысып, аман шыққанда. Сосын дивизия, командир, сосын қоғам қайраткері, сосын халық қаһарманы. Бір сөзбен айтқанда, қандай тұлға? Айтады, Бауыржан. Бауыржан жұмысы Қандай тұлға? Дара тұлға. Отыра қойыңдар, рахмет. Отыра қойыңдар. Жарайды, жақсы. Кім болды? Шабис тұлға. Қорғай бер. Қорғай оны. Ата, қорғай. Несеңдер? бұрынғы қадақаты әрбір жаста тойланған, тек қана мүше жастар тойланған. Мүше жастар, бірінші мүше 13 жас, екінші мүше 25 жас, үшінші мүше 37, төртінші 49, бесінші 61, алтыншы 73, жетінші 85, сегізінші 97 жас. 97 жас. Мүше жасты. Бауыржан өзінің шармысына не дейді? Бірінші, 13 жасты не алып бе? 13 жас. Иә? Отау? Отау иесі деген не? Иә? Не алған сен? 13-ге толғанда кім? Ата-ана? Ата-анам келіне ақылдасып. Дұрыс айтасың, ақылдасып. Санасатын? Санасатын уақыт. Бірақ, келесі. Келесі. Тоқырам. Тарихы. Айтау, жазғаныңсың ба? Жазды, көрмей жоғар. Көрмей жоғар. Иә? Күйтіп бақ туралы әңгіме еткен еді. Ал айтау. әке, бала, немере, шөбере, шөпше, жуажа, немене. Ал жақсы. Бауыржанның несін айтамыш? Имаштан басайын. Имаш білетініміз. Имаш сосын. Момыш сосын. Бауыржан сосын. Бақытжан сосын. Ержан сосын. Нұрсұлтан. Отыра. Отыра. Келесі бұл шағын. Тез. Бала, әке, ата, баба, үлкен ата, тек ата, түн ата. Жеті атаңнан деген. Жеті атасын білмей жетесіз деген қазақ халқы Айтқандай? айтты. Жеті атаның кім? Жеті атаны білу, Иә? жеті атаны білу әрбір имам үшін міндет болған. Иә? Мен үшін жеті ата жаттау міндет деп ойлаймын. Иә, жақсы. Жеті ата шешесіне кім енбейді? Қыз бала енбейді. Иә? Қыз бала енбейді. Ер баладан? Ер бала, тек қана ер бала енбейді.
Алтыбаев және Жігітқали. Момыштың Иә. ұрпақтары Имаш, Момыш, Ұрпағымыз ғой? Иә. Имаш. Имаш, Момыш, Бауыржан, Бақытжан, Ержан, сосын Нұрсұлтан. Нұрсұлтан тұрағы жақсы өткен тақырыпымша. Бата араб тілінде алғыс, ризашылық, тілек деген мағынаны білдіреді. Бата екіге бөлінеді. Оң және теріс бата. Батаны абыройлы, елге сыйлы адамдар етеді. Бата жақсылық пен жамандықтың айғағы. Бата қысылғанда қуат, қиналғанда күш, медет береді. Бата пәле-жаладан сақтайды. Ол біздің қазақтың салт дәстүрі десек те болады. Және адалдық пен арамдықтың айғағы. Дұрыс айтасың. Отыра. Келесі. Шыш. Бауыржан туралы шығарманы кинолар. Табиғат пен аңыз, инсан амиласы, Балақонов тас жолы, Бауыржан Момышұлы, қазақтың Бауыржаны, бұл име атса, шуақты күндер. Жақсы, жарайды, отыра ғой. Енді келесі. Иә. Иә. Бауыржанның жазған шығармалары. Майдандағы кездесу, ел басына құртылса, генерал Панфилов, Майдан, жауынгерлердің кездесуі, біздің семья, төлеген тоқтар, адам hayat. Отыра. Келесі. Шында бөлек. Бауыржан Момышұлының мақал мәтелдері. Көп тұрған су сасиды. Бауыржан Момышұлының мақал мәтелдері. Мақал мәтелдері айталым. Көп тұрған су сасиды, ойламаған не сасиды. Сен жаудан қашса, жау сенен қашады. Үмітсізден үміт қашады, үміт асқа таудан асады. Тәртіпсіз ер болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды. Бауыржан Момышұлының мақал мәтелдерінде адам бойына жігер беріп, қайрат беріп, рухтандырып отырады. Тірек отыр. Рахмет. Жарайды. Бауыржан Момышұлы ұшқан ек повесінде қазақ халқының салт дәстүрі туралы, қазақ халқының құндылығы, жез, тұсаукесер, бата, жеті туралы айтылған. Және де қазақ халқының үлкен кішіге құрмет туралы айтылған. Және де Бауыржан Момышұлы өзінің ұшқан ек повесінде өмірбаяндық этнографиялық ғұмырлық повесі. Қазіргі таңда бұрынғы заманда аталарымыз балаларына жеті атадан не үйреткен, қазақтың салт дәстүрінің құндылықтарын айқындай түскен. Бауыржан Момышұлы қыста қоласыз жүрген. Не жайында айтасың? Қызықты деректер. Ол қыста түн жарымда терезені ашып жатқан. Қолына қағаз тістеді, ою-өнер жасап тұрған. Оның жетпіс түрі болған. Алғашқы жылы ұстаздықтан бастаған. Орысшаны жақсы білсе де акцентпен сөйлеген. 1928-1930 жылдары Башош мектепте сабақ берген. Бауыржан Момышұлы әскери санын би алып жүрген. Шығармада қандай рухани шығармадан әжесі мен Бауыржан Момышұлының әжесі, отбасы жайлы шығармада Оған қарамай қал.
абай